Барлығы біз ойлағандай болды. Ауруханадан шыға салысымызбен биік үйлерге қарай бағыт алып, көшедегі адамдардың арасына кіріп кеттік. Енді біздерді тауып көрсін, адамдардан автобекетке қалай бару керек екенін сұрап алдық. Ол қаланың шетінде болып шықты. Бұрын мен бұл жерде болғанмын. Қайда бару керек екенін жақсы білемін. Деревняға дейін 30 шақырымдай. Жол айналмалы бірнеше таудан өту керек. Автобекеттен көлік тоқтатып көрдік. Төртеумізге қайту қиын болып кетті. Бірде орын болмаса, бірде көлік тоқтамады. Жаяу кетуге бел будық. Күн ашық болып тұрды. Бізге де көңілді болды. Жанымыздан көліктер шандатып өтіп жатыр. Ал біз тәтті қиялдарға толы кейпімізбен туған ауылымызға кетіп бара жатырмыз. Қаншалықты көп жүргеніміз есімде жоқ. Күн көкжиекке батуға айналды. Бағанағыдай емес. Жүру де көңілсіз бола бастады. Жолдың шетінде демалып алайық дедік. Мотордың даусына жалт бұрылып қарап едім, милицияның көлігін көрдім. Кеудемде жүрегім атқақтап кетті. Мүмкін бізді іздеп жүрген болар. Алыстан байқағаным жақсы болды. Қарындасымның қолынан ұстап алдым да жол жағасындағы ағаштарға жасырындық. Бізді байқамай өтіп кетті. Жолмен жүру қауіпті ұстап алады дедім мен. Ілияс, мен де солай ойлаймын, деді Алия. Жақсы болды, жасырынып үлгердік. Ұстап алса бізді бірден балалар үйіне апарады. Ауыр болса да орман арқылы жүреміз енді. Жүру шынында да қиын болды. Біресе бұтақтарға шалынасын, бірде қалың жыныстың арасында дененді жаралап аласын. Жолға шығуға болмайды. Шыдау керек. Алдымыздағы таудың биіктігіне шығып алсақ, ары қарай жеңіл әпке. Мен шаршадым, деп Зүлфира қыңқылдап келеді. Оның басында мен көтердім. Содан кейін Әлия иығына отырғызып алды. Тауға мұндай жүкпен көтерілу бізге де тым қиын. Қарындасым қанша қыңқылдаса да, біздің енді оны көтеруге қауқарымыз жоқ. Ая деген алысудың дауысы орманды жаңғыртты. Ары қарай жүре алмаймын, аяғым ауырды. Біз бағана басқаларды күдіктендірмеу үшін бәрімізде жеңіл киінгенбіз. Алысу далаға жұқа матадан жасылған тәбішкемен шыққан болатын. Ол тәбішкесі жыртылып түгі қалмады, бірақ ол бізге де айтпастан шыдады. Оның аяғына қарап шошып кеттік. Табаны жырылған, кейбір жерлері қанап тұр. Әлия етегінің бір жерінен жыртып жіберіп, алысудың табанына жол жекен қойып, сол жіберекпен орап қойды. Жүру тіптен қиындады. Қарындасым болса: Әкетай, қайдасың сен? Мен қатты шаршадым. Алып кетші бізді, деп қиналуда. Әкем екеумізге орман сондай ұнайтын. Бүгін керісінше ағаштардың сықара, тоқылдақтың тынымсыз тарқалы, бір түрлі қорқынышты. Қар, деп бір қарға ағаштан ағашқа ұшып біздің сонымыздан қалмай қойды. Үлкендер бұл жақсы белгі емес деуші еді. Қарғаның қарқылып бізді ерекше үрейлендірді. Апа, мен қорқамын, деп барлық жері қалтырап Зүлфира жылады. Ол менің көзімді тұмсығымен ойып алып, басқа жаққа алып кетпекші. Қорқамын, әкешім, құтқар бізді. Біз қолымыздан келгенше оны тыныштандырудамыз. Таудың биігіне шыққанымызда ауа райы бұзыла бастады. Аяқ астынан қап-қара бұлттар пайда болып, айнала қараңғы болып кетті. Суық жел соғып, қатты нөсер жауды. Найзағай біресе алдымыздан, біресе артымыздан жарқылдайды.
Күн күркірегенде аяғымыздың астындағы жерде қозғалуда. Нөсер жауын найзағай ойнаған кезде біз үйде төсекте бүркеніп алып жатушы едік. Ал мұндай жағдайда ешқайда тығыла алмайсың. Біз малмандай су болдық. Енесіне жабысқан күшіктерше біз бірімізге тығыла түсіп жылынуға тырыстық. Еріндеріміз көгеріп, тістеріміз тісімізге тимей дірілдей бердік. Әлия алсу мен шыдауға тырысамыз. Ал кішкентай Зульфираның көп жылай бергеннен дауысы шықпай қалыпты. Біздің құрғақ бір жерімізде қалмады. Ең қорқыныштысы найзағайлар, отты қылыштар барлық жағымыздан жалаңдайды. Найзағай ұрғандықтан бізден 100 метрдей жердегі қарақай жерге дүрс етіп құлады. Қазір біздің жанымыздағы ағашта найзағай ұрады деп алсу айқайлап жіберді. Қорыққаннан біз жолға жүгіріп шықтық. Бақтымызға қарай сол кезде біздің жанымызға бір көлік тоқтай қалды. Ішінде ерлі-зайыпты 2 жан бар екен. Төртеуміз де артқы орындыққа отыра кеттік. Біздің мына жағдайымызды көрген соң олар бізге артық сұрақ та қоймады. Қайда тұратынымызды ғана сұрап тура үйдің алдына әкеп тастады. Жүргізуші, енді орманда бұлай жалғыз жүрмеңдер, деді. Деревняда жаңбыр жаумапты. Үйімізді көргенде көзімізден жас шығып кетті. Біз үшін үйімізден артық, үйімізден қымбат жер жоқ еді. Тек қана осы ата-анамыздың шаңырағынан бізді алшақтатпаса екен. Үйдің есігіне құлып ілініпті. Демек әпкеміз бен ағаларымыз оқуға кеткен. Есікті аша алмаған соң біз сол бір қиын күнде қорғауға тырысқан Гүлнәр тәтенің үйіне бардық. Ой балалар, келіндер ме? Ал мен енді не ойларымды да білмей отырғанмын, деп Мейірім мен бізді арқамыздан қақты. Қане, жамылғыға ораныңдар. Менде үйректің сорпасы дайын тұр, қазір тамақтандырамын. Күні бойы нәр татпағандықтан нан мен сорпаның бізге ханның тамағындай болды. Біздікілер қайда деп көршімізден сұрадық. Бүгін таңертең қалаға кетті. Оқу жылының соңы емтихандарын тапсырулары керек екен. Олар келгенше мен қарай тұрамын сендерге. Құдайға шүкір, барлығымызға азық-түлік жетеді. Біз жылынып, тамақтанып алған соң үйімізге кетуге жиналдық. Гүлнәр тәте құлыпты тез-ақ ашты, бірақ жылып алды. Үйдің де жаны болады деуші еді. Осы шын болар. Біздің үйде бейне бір ауыстырып қойғандай, қабырғалар да, пеш төсектер де қайғырып сағынып тұрғандай. Сонда оларға да біздің күлкіміз, асыр салып ойнағанымыз жетпей тұрма. Біздің ойнағанымыз да күлгіміз де келмеді. Үйіміздің іші ғана емес, ішкі жан дүниеміз де бос болып қалғандай. Ауыр тыныштықты Зульфира бұзды. Анашым, әкешім, біз келдік депті. Ол қабырғада ілініп тұрған фотосуреттерге қарап, бізге бұрылып, анам мен әкемді қайтарып алайықшы. Бізді олар сағынды ғой, ертең-ақ қайтарып әкелеміз, солай ма? Деді. Әрқайсымыз өз орнымызға жайғастық. Таңертең ерте далаға кетіп қаламыз. Ол жақтан ешкім таба алмайды бізді. Іздеп келгендер қайда екенімізді білмейтін болады. Ата-анамызды әбден сағындық. Олардың бейіттеріне барамыз. Тек таң тезірек атса екен. Ертеңгі күн жайлы тәтті қиялмен жатып, қатты ұйықтап кетіппін. Таңның елен алаңында әкем қалаға шаруалармен шықпақшы болды. Ерте ғой, әке, сәл кешірек шықсан да болады ғой, деп оны тоқтатқымыз келді. Бірақ ол дегеннен қайтпады. Солай істеу керек болды ғой, деймін. Ал өздеріңді дұрыс ұстандар, не болса соған ренжімеңдер. Мен сендер үшін ұяламайтын болайын. Осы сөзді айтып тұрып, ол бәрімізді басымыздан сипады да кетіп қалды.
Кішкене қарындасым ұйықтап жатыр еді. Әйтпесе әкемізді жібергісі келмей жылар еді. Мектепке баруға әлі 3 сағат өту керек. Далада қараңғы, демек әлі 2 сағат бойы алаңсыз ұйықтауға болады. Сөйтіп мен қатты ұйқыға кеттім. Бір уақытта түс көріп жатып бір тықылды естідім. Біреу тық-тық еткізіп терезені қағып тұрғандай. Бірдеңесін ұмытып кетіп қайта оралған шығар. Тықыл тағы қайталанды. Мен неге жатырмын? Тезірек есікті ашу керек деп оймен ояндым. Терезені шынында да біреу қағып тұр екен. Ұйқылы ояу жүріп, әкемнің тірі емес екенін де ұмытып кетіппін. Терезеге жүгіріп барып, шымылдығын ашып жібердім. Біздің аулада тұрған милиционерді көріп, бірден кейін жүгірдім. Ол менің көздеріме көз алмай қарағаннан, қорыққанымнан бүкіл денем қалшылдап кетті. Біз бітті. Біз ұсталдық. Ашында тезірек. Жүрегім бұл сөздерден соң атқақтап, қатты соғып кетті. Мен бірден Әлияны ояттым. Тез арада пештің артына жасырындық. Бір әпкем мен қарындасым ары қарай ұйқыларын жалғастыруда. Әй, бала, мен сені көрдім. Есікті аш, милицияға қарсылық көрсетуге болмайды. Ал біз қозғалудан қорқып отыра бердік. Бірдеңені етіп шыдауымыз керек. Есікті ашпауға тиістіміз. Ал олар кеткен кезде орманға қашып кетеміз де үйге тек түнде ғана қайтып келеміз. Үлкендеріміз демалысқа үйге келгендерше осылай өмір сүре тұрамыз. Милиционерді жақындатпау керек. Бірден қамап қояды. Біз оны жақсы білеміз. Қорықпаңдар, есікті ашыңдар деп қоймады. Бізге қалада оқитын үлкен әпкелерін телефон шалды. Ол сендерді өзіне алып келіңіздерші деп тапсырды. Сендерді қатты сағыныпты. Міне, сендерді әпкелеріне алып бару үшін келдік. Әлия күлімдеп кетті. Біздің бір туғандарымызбен кездесетін сәт келді. Барлығымыз бірге болсақ, сондай жақсы емес пе? Милиционер шындығын айтып тұрса, қандай керемет болар еді. Қане, ашсаңдаршы есікті. Саған жақсылық жасайын деп тұрған адамнан қалай тығылып тұра бермексің? Ол бізге әпкеміздің сағынып көргісі келіп тұрғанын айтып тұр ғой. Әпкеміздің өзі айтпаса, мұны ол қайдан біледі? Шамасы мына милиционер анау жоғыдай емес, өтірік айтпайтын сияқты. Терезені тықылдатып тұр әлі. Қазір ағатай, мен ашамын. Орнымнан көңілді күйде атып тұрып, есіктің кіршігін көтеріп ашып кеп жібердім. Қадірменді Алтын Босаға YouTube тыңдармандары, сіздер менің каналыма тіркеліп, өздеріңіздің ойларыңызды комментарияға жаза отырыңыздар, және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдын ала сіздерге алғысымды айтамын.